Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Менің аты-жөнім Асқар Кенжебекұлы, анатомия, гистология және топографиялық анатомия кафедрасының оқытушысымын. Бүгін бізде тақырыбымыз іштің топографиялық анатомиясына байланысты шек анастомоздар. Алдымен шек анастомоздарын жасамас бұрын сіздермен теориялық жағын тоқталып өтейік. Яғни, ең бірінші, анастомоз дегеніміз не, оның түрлері, одан кейін қандай тігіс пайдаланатыны. Енді анастомоздың өзіне келетін болсақ, анастомоз деген, яғни жалғау деген мағынаны білдіреді. Қандай да бір шектің аймағы, не болмаса асқазан, түтік ағзалардың бір бөліктері зақымдалатын болса, сол ағзаға резекция жасалып, сол орнын қайтадан бір-бірімен жалғайды. Яғни қазіргі таңда анастомоздың 4 түрі бар. Мен сіздерге көрсетіп өтейін. Шек анастомоздары. Бірінші түрі соңына соң деп аталады. Яғни бұл дегеніміз екі шек резекцияланатын болса, яғни бір-біріне тік жалғанады. Яғни осыны орысша айтқан кезде конец-конец деп аталады. Екіншісі соңына бүйір деп аталады. Бұл дегеніміз шекті жалғаған кезде бір жақ бүйірінен жалғаймыз. Яғни соңына бүйір деп аталады. Үшіншісі бүйірге соңы деп аталады. Бұл дегеніміз енді бүйірге соңы дегеніміз, яғни шектің бүйір жағына келесі әкететін шек жалғанады. Ал соңына бүйір болатын болса, соңы кеп бүйірге жалғанады. Тағы да оны барысында алдағы уақытта талқылаймыз. Енді төртінші түрі бүйірге бүйір деп аталады. Бұл бүйірге бүйір өте қарапайым болып келеді. Себебі техникалық орындалуына байланысты жылдан. Енді бұл аттар неге байланысты? Соңына соң деген бізде екі түрлі шек болады. Біреуі резекцияға, мысалы екі шекті алып тастайтын болсақ, ортасында резекцияға, оның әкелетін жағы болады, және әкететін жағы болады. Сондықтан алғашқы анастомоздың басы әкелетін шекке байланысты. Мысалы бүйірге соң. Бүйірге соң дегеніміз ең бірінші, яғни әкелетін шектің бүйіріне әкететін шектің соңын жалғанады. Міне осыны бүйірге соң деп аталады. Ал соңына бүйір болатын болсақ, әкелетін шектің соңы мына әкететін шектің бүйіріне жалғанады. Яғни бұл соңына бүйір. Сондықтан көп ойлайды, соңына бүйірі мен бүйірге соңы деген екі анастомоз бір дейді. Бірақ олардың мағынасы екі түрлі болып келеді. Енді келесіде ары қарай анастомоздар жасау барысында шек тігістері қолданады. Ол шек тігістерін қолдану әр анастомоз жасау барысында бізде шек тігістеріне қойылатын талаптарды білуіміз керек. Яғни тігіске қойылатын талаптар, яғни орысша айтқанда требование. Бірінші талабымыз ол шектердің тігістердің герметикалық қасиеті болу керек. Яғни герметикалық деген өздеріңіз түсініп тұрсыздар, ешқандай сұйықтық ақпау керек сыртқа қарай. Қасиеті. Герметикалық қасиеті болу керек. Екіншісі бізде бұл жерде бізде стерильдік қасиеті болу. Яғни жасалған тігістердің барлығы, егер де ине шектің қуысына өтетін болса, өздеріңіз білесіздер, шектің ішінде сан алуан түрлі инфекция бар. Сол жоғып, шектің сыртқы қабатына кетеді. Ол кейін қауын процестеріне перитонитқа әкеліп соқтыруы мүмкін. Сондықтан стерильділік болу керек. Үшінші талабы, яғни не болмаса қасиеті деп атаймыз, ол беріктілік болу керек.
Бұл беріктілік дегеніміз шекті тіккеннен кейін перистатика барысында тігілген тігістеріміз қайтадан ажырап кетпеу керек. Төртінші талабымыз қойылатын ол гемостатикалық қасиетті болу. Өздеріңіз білесіздер, гемостатикалық дегеніміз қан тоқтататын қасиетті болу керек. Өйткені шектің сыршасты қабатында көптеген артерия, вена тамырлары бар. Кейін егерде ол жер тігілмейтін болса, ұзақ уақыт қан кетуден адамда асқынулар болуы мүмкін. Міне, енді ең соңғы талабы бізде, ол өте маңызды талап болып саналады. Жасалған және тігістеріміздің арасынан шектің қуысы бітелмеу керек. Яғни әкелетін шектен әкететін шекке қарай тағамдар, яғни қорытылатын зат өткен кезде шектің құрамы шек тігісі тарылып, соның 50%-ға дейінгі аймақтарын жауып тастаса, сол жерде бізде тежелу пайда болады. Яғни соны болдырмау керек. Яғни шек өтімділігі сақталу керек. Сақтау қажет деп жазайық. Міне осы 5 талапты міндетті түрде сақтауымыз керек. 5 талапқа сәйкес келетін бізде тек қана бір шек тігісі бар. Ол шек тігісі бізде Альберт тігісі деп аталады. Ең басында көптеген тігістер болады. Хирургияның даму тарихына қарай үңілетін болсақ, ең бірінші Ламберт деген хирург жасайды. Ол сероз қабатын алып деген, бірақ ол өте осал болады. Соған байланысты асқынулар көп болады. Екіншіден, Шмейден тігістері болады. Тағы да көптеген Пирогов тігістері дейміз, оны айта берсек аты көп. Бірақ ең басты тігісіміз осы Альберт тігісі, жаңағы айтылған талаптарға. Енді ең бірінші өздеріңізге білетіндей, шектің қабырғасына келіп тоқталамыз. Шектің қабырғасына келсек, қабаттары ол 4 қабаттан тұрады. Ең бірінші сыртқысы сірлі дейміз, серозды қабат. Екінші бұлшықетті қабаты. Оның өзі 2 қабаттан тұрады. Білесіздер, ұзына бойлы бұлшықеттер және көлденең не болмаса сақиналы бұлшықеттер дейміз. Үшінші қабаты бізде шыршасты қабаты деп аталады. Және шырш қабат. Міне осы қабаттарды білгеніміз абзал болады. Себебі тігу барысында осы қабаттарда инені өткізу барысында мұқият болуымыз керек. Ең бірінші біз және айтып өткен қабаттарды сызып өтейік. Мысалы, мынау шектің сыртқы сірлі қабаты, серозды қабаты. Одан кейін кетеді, жаңа айттым сіздерге бұлшықет қабаты дейін. Яғни бұл схематично. Бұлшықет қабаты болсын дедік. Екінші қабаты бізде жаңағы шыршасты қабаты дедік. Сарымен белгілеп қояйық. Одан кейін қабаты бізде шыршасты қабаты. Шырш қабаты. Шырш қабаты. Міне осы 4 қабаты салдық. Енді мына жағынан соны салып өтейік. Шыршасты қабаты. Сарымен белгілеп. Және серозды қабаты. Енді қазір қалай жасалатын схема түрінде көрсетіп өтем. Альберт тігіс. Ең бірінші тігіс бізде немеден жасалады? Шырш жақ қабаттан. Мынау шектің бір жақ неменесі ғана, қабырғасы ғана. Яғни бұл астында тағы да келесі шыршасты. Яғни мынау шектің қуысы. Мына жерден жәнегі ас өтеді былай. Енді үстіңгі қабырғасын тігетін кезде біздің жібіміз ең бірінші шырш жақтан кіреді. Шырш жақтан кіріп, барлық қабаттан өтеді. Одан кейін барады сірлі қабаттан кіріп, қайтадан шырштан шығады. Одан кейін бір-бірімен байланады. Бұл жәнегі бірінші қабаттағы тігіс, бұны кір тігіс деп атаймыз. Енді қараңыздар, бұл тігіс бізде жәнегі талаптардың барлығына жауап береді, төртеуіне, бірақ стерильдікке жауап бермейді. Енді стерильдікке жауап беретін тігісіміз біз Ламберт тігісімен беріктендіреміз. Яғни ол Ламберт тігісі мынадан аулақ жасалады. Яғни ол сірліден кіріп, бұлшықет қабатқа кіреді. Жанынан таяп өтеді, бірақ тимеу керек жіп бір-біріне. Одан кейін келесі жақтың сірлісіне кіріп, бұлшықетіне кіріп қайтадан шығады.
одан кейін келеді де міне бір жағынан не істейді екен, байланады. Сол кезде біздің шектің қырлары ішіне қарай өтеді. Қазір оны схема түрінде көрсетіп кетейін қайтадан, түсінікті болсын. Енді соңғы мына тігіс аяқталғаннан кейін қандай күйде болады екен шектің бір жақ қыры. Одан кейін бүкіл қабаты. Бізде жаңағы айтып өткен түрлі қабаты. Енді қараңыздар. Міне, тігілген жібіміз ең бірінші тігіс, және барлық қабаттан өткеніміз. Осылайдан жапсарлап бәрін бекітіп жатады. Яғни бұл қан тоқтатады, герметичный дейміз, герметикалық қасиетін сақтайды, беріктілік қасиетін сақтайды. Енді ал сыртқы жәнегі тігісіміз міне. Айттым ғой жаңа ламбердің сирроз бұлшықетті тігіс жасалады деп, ол міне соңында осылай болып тұр. Сирроздың бұлшықеті қалған өтеді, түйіншек сыртында қалады. Мына жерде түйіншек ішінде жатыр. Міне осы тігіс ламбер тігісі дейді. Осындай тігістерде астыңғы жағынан қатар жасаймыз. Сол кезде де осындай көрініс пайда болады. Барлық бояп салмай ақ қояйын. Міне осындай көрініс арқылы біз бәрін тіккен кезде біз полностью толықтай 5 талапты қамтамасыз етеміз. Міне мен сіздерге айтып өтейін дегенім осы, видео нұсқау басталғанға дейін. Яғни назарларыңызды мұқият болыңыздар.